Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Көрмей жатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бұл оқымызды қыздың 3-ші сериалы, ал біз бастаймыз. Барып төсектеріңе ұйықтай қойың. Әкем мына тарелканы. Енді барың, өзім жайғастырамын. Бүгіндікке шаршап кеттім ғой. Мен барып ұйықтаймын. Иә, ұйықтай қой. Болды, енді барып ұйықтаймын. Ой, бүгін қай кітабымды оқысам екен? Осы кітабымды оқып жатайын. Анам көрмей тұрғанда тезірек оқып алайын. Так, барып ұйықтаймын. Ана қыз не деп сөйлеп жатыр? Барып көрейінші. Қызым, не істеп жатсың? Ой, мам, кітап оқып жатырмын. Қызым, мен саған айттым ғой, түнде кітап оқуға болмайды. Көзіңнің көруі нашарлайды деп айттым ғой саған. Мам, мен сонда да оқығым келеді. Не үшін оқисың? Қазір ұйықтайтын уақыт болған соң ұйықтау керек. Мына кітабыңды әкел. Және мынаға салып қой. Болдым. Енді мына сөмкеңді мына жаққа салып қой. Болдым. Ұйықта жақсы ма? Ой, жарайды, ұйықтай берейін. Бүгінгі күзетшінің қатты шаршап, мектептің қақпасын кілттеуді ұмытып кеткені қандай жақсы болды. Иә, қазір сағат неше болды екен? 9-ға жақындап қалды. Онда Ириназдан шашып үлгереміз. Иә. Ой, бітірдім ғой бәрін. Болды. Ой. Мына очкием бұлдырап кетті. Осымен сүртіп алайын. Ана жақта біреу жүрмей? Барып көрейін. Директор апай келе тұр, шап. Так. Сен ба мына жақта жүрген? Иә. Иә. Сенің дауысың ба? Осы коридорда жүрген дауыс. Әрине, мен мына затты жуып бітіріп қалдым. Жақсы, сен осыны бітір де тез үйіңе қайт. Ана күзетшіге айт, осы мектептің қақпасын кілттеп кетсін. Жарайды. Мына жақсы сыпырып жіберейін. Апайдың лифтпен емес, баспалдақпен кеткені жақсы болды. Иә. Жарайды, енді барып ана жақсы шашып керек. Бір жақсы, мына жақтында есігі жоқ екен, кілтейтін. Жүр кеттік. Енді бұның кітаптарының бәрін мына жинап алайық бүйтіп. Осы математикадан дайындалып жүргенін бәрін барып, ана балконнан лақтырып жіберейік. Иә, лақтырып жіберейік. Таба алмайтын шығар. Кел, мына жақтан лақтырып жіберейік. Мына жақтың терезесі ашылады екен. Міне лақтыр сен. Жүр кеттік. Үйімізге қайтайық. Ой, мынау менің будильнигім ба? Сағат уже 6-дан 6 болайын деп жатыр екен ғой. Жарайды, но күн шықпапты. Мен кітаптарымды қайда қойып? Осыны оқып отырып, шайымды ішіп берейін. Ойлағатта ішетін ештеңе жоқ екен. Ештеңе жемесем де, осыны іше салайын.
Ой, көп ұйықтап қойған сияқтымыз ғой. Жарайды, мен осы киіммен жүре берейін, мына. Қызым не істеп жатыр екен? Қызым, не істеп жатырсың? Сол баяғы кітап оқып отырсың ба? Ой, мам, мен негізі мана тұрғам. Апельсиновый согымды ішіп отырғанмын. Ойна кітабымды тастамайды екенсің. Иә, қазір киіміңді киіп сабағыңа бар. Жарайды. Кітабын сап қояйын. Жоқ, мам, мен кішкентай бала емеспін ғой. Өзім істей аламын, сіз барып жұмысыңызды істей беріңіз. Жарайды, қызым, сау бол. Жақсы. Так, мен мектеп формаммен тұрген. Бүгінше телефонымда бармай-ақ қояйын. Тағы да жоғалтып алармын. Мекен келіп тұрған. Делина, сәлем. Жүр, бірге сабаққа барайық. Иә, жүр. Жақсы. Кел міне отырайықшы, сабақ басталғанша. Бүгін қандай сабақтар болады екен? Ой, Илина да келіп үлгерді ғой. Иә. Жүр, бірінші сабақ қазақ тілі шығар, иә. Мынау менің кітаптарым емес пе? Ана біздің лақтырған кітаптар ғой? Иә, дәл осы. Дәл сол. Ештеңе білмегенде отыра берейік. Жарайды. Мынау менің кітаптарым ғой. Бұл не қылып жатыр? Үстіңгі терезе ашық тұр, сол жақтан құлап кеткен. Немесе біреу лақтырған ғой. Онда жаман ойлама, тек біреу қалдырып кеткен шығар. Ол былай шашылып жатпайды ғой. Может, құлап қалған шығар. Қойған жерінен. Жарайды, мен мынаны жинап. Сабақ біткен соң апарып қояйын орнына. Жүр кеттік. Сабақ басталды. Иә, маған қазақта сабақ мүлдем ұнамайды. Сол ғой нервыңа тиіп, бірдеңе деп тұрады, ішіңді жағып. Иә. Ой, құрсын, отыра берейікші. Не болыпты? Қазақ тілге қатыспасақ. Яру, Жансая, бері келіңдер. Ойны директор қандай ғой? Не болып қалды, апай? Не істеп отырсыңдар, сабаққа қатыспайсыңдар ма? Ой, апай, сабақ басталды ма не? Сабаққа өтірік басталғанын білмегенде болмақшы. Ой, апай, кешіресаңыз, мен оқушыларым ғой. Болды, уже кешірім жоқ. Неше зат бүлдірді осы екі оқушаң. Камерадан көрдік. Элинаның математикадан дайындалып жүрген кітаптарын түннің ішінде келіп, терезені ашып сендер лақтырып жібергенсіңдер. Неге сендер? Сөйтесіңдер, әдестейсіңдер ма? Ол басқа қаладан келген. Керісінше оған құрмет көрсету керек қой. Болды. Енді солай істейтін болсаңдар, мектептен қуыласыңдар. Аяна, сені жоғарыдағы үкіметке шағым жасаймын. Ой, апай, кешіріңізші. Қойша, болды. Сені классың осы күнге дейін неше зат бүлдірді. Болды. Не сендер менің директор ханымның алдында ұятымды шығарып жүрсіңдер? Не үшін бүлдіресіңдер? Әдейі істейсіңдер ма? Ұлттың класын қарашы. Тым жақсы. Балалары үздік.
Сендер үздік оқымасаңдар да, екілікші болсаңдар да, тупой болсаңдар да, жөндеріңе жүрмейсіңдер ма? Тупой. Кешіріңізші бізді. Сендерге кешірім жоқ. Сендердің ата-аналарыңа шағым жасаймын. Болды. Келің тест сабаққа. Оқушылар, сабағымыз бастаймыз. Неге көп оқушы жоқ? Аяна, бері келші. Ой, не болды? Бері саған бірдеме айтайын. Қысқасы, сенің оқушыңдағы жаңадан келген Элина деген қыз математикадан қатысады дегеннен хабарым болды ма? Әрине болды. Сол қыз мектепшілікке өтіпті. Бір аптадан кейін ол мектепшілікке басқа қалаға кетеді. Сондықтан оған хабарлап құттықтасаңыз болады. Күрделі есептер келеді, соған дайындала берсін. Ал сәттілік, құттықтаймын. Жақсы жаңалық, әрине. Апай, сізге не деді? Қазір оқушылар, сендерге айтамын.